Қазыналы білім ордасында бүгін мерейлі күн. Ауған соғысының ауыртпалығы деп аталатын кештің басты қонақтары кешегі ауған жерінен шығарылған Кеңес одағының батырлары. 25 жылдық айтулы мерекелерінде ауған соғысының ардагерлері бейбіт заманның жас ұрпақтарына бақыт тілеп, өткен күнде қол үзген жора жолдастарын 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Шараға номер 88-ші мектептің оқушылары, 54-те 51 әскери бөлімінің сарбаздары, сондай-ақ қаламыздың жоғарғы оқу орындарының студенттері де шақырту алған. Кітапханада бас қосқан жұртшылық пен тұрақты оқырман жастар аға буын ардагерлермен сұхбаттасқандарына дән риза дейді шараны ұйымдастырушылар. Жас ұрпаққа ауған соғысы туралы тереңірек тарихи мағлұмат беру. Және осы ауған соғысы кездерінде өздерінің патриоттық рухы биік азаматтарымыздың есімдерін мәңгі сақтау, естерінде сақтауға, және де осы болашақ ұрпақты ұлтжандылыққа баулу болатын. Бейбіт күнде көрген қиындық тоймен тең деген ардагерлер отанға деген сүйіспеншілік жеңіске жетелейтінін жеткізді. Жастарға тәрбиелік бағыт берер деректі фильмдер көрсетілді. Жасампаз елдің қайсар ұл-қыздары ардагерлердің өсиетін тыңдап, ұлтжанды ұрпақ болуға серт берді. Айдын Тонтайтегі, Диас Нұрмұқанов, Бауыржан Ермағанбетов, 5-ші арна.